1718 жылы қазақ хандығының ханы Қайып хан қаза болғаннан кейін қазақ хандығы 300-ге бөлініп кетеді. Ұлы жүз, орта жүз және кіші жүз. Бүгінгі менің айтатын әңгімем кіші жүз туралы. Сонымен 1718 жылы кіші жүздің ханы болып Әбілқайыр сайланады. Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы. Енді Әбілқайырдың тарихта қалғаны, ол хан болып тұрып 1731 жылы өз еркімен Ресей қамқорлығына өтеді. Барлығы Әбілқайыр кіші жүздің ханы болып 30 жыл қызмет істейді. Оны 1748 жылы Барақ сұлтан өлтіреді. Осы Әбілқайырдың ұрпақтарынан тарихта көбірек із қалдырған оның үлкен ұлы Нұралының ұрпақтары және кіші ұлы Айшуақтың ұрпақтары. Мен таблица схема сыздым. Осы үстінде айтылған Нұралы мен Айшуақтың ұрпақтарына қысқа ғана мінездеме беріп өтейін. Себебі бұл келесі әңгімеге өте қажет. Сонымен мен сызған таблица схемаға назар аударайын. Міне қарап тұрсыздар, Әбілқайыр қаза болғаннан кейін оның баласы Нұралы хан оны Ресей үкіметі хандыққа бекіткен болады. Ресейдің саясатын ол жүргізген. Бірақ оған қарсы Сырым батырдың көтерілісі болады. Ақыры 1786 жылдың сәуір айында Нұралы хан көтерілісшілерден Орынборға қашады. Сонан соң Екатерина II оны тақтан алыстатып Уфаға жібереді. Ең ақырында 1790 жылы ол өлген болатын. Ол өлгеннен кейін көріп тұрсыздар, Нұралының ұрпақтарынан Есім хан үлкен ұлы хан болады. Бұны Екатерина II хандыққа бекіткен болатын. Ресейдің саясатын жүргізген. Ол Сырым батырдың бір отрядынан шабуыл болған кезде өлтірілген болатын. Есім хан өлтірілген соң, оның отбасы Оралға қашады. Келесі Нұралы жақтан ол Қаратай хан. Ол Нұралының екінші ұлы. Есім хан қаза болғаннан кейін мына Орынбор әкімшілігі Ресейдің таққа 72 жастағы Әбілқайырдың кенже баласы Айшуақты отырғызады. Бірақ Қаратай оған қарсы шығып күресті бастайды. 1805 жылы Айшуақ хан зейнеткерлікке шығады, ал оның баласы Жантөрені Ресей әкімшілігі бекітеді хандыққа. Қаратай тағы үшін күреседі. Ақырында Қаратайдың жақтастары 1809 жылы Жантөрені өлтіреді. Ресейдің билігі таққа Жантөренің інісі Серғазыны отырғызады. Ақыры Қаратай Ресеймен татуласады. 1924 жылы ол орданың батыс бөлігін басқаратын сұлтан билеушісі болып тағайындалады. 1820 жылдары ол Жоламан Тіленшұлының көтерілісін басуға қатысады. Өзі 1826 жылы өледі. Келесі бір кейіпкер бұл Бөкей. Бөкей орданың ханы, Нұралының ұлы. Ол 1797 жылы хан тағына отырғысы келеді. Бірақ Айшуақ хан жаңағы Ресейдің қолдауымен таққа отырады. Соған ренжіп 1799 жылы
мына Ресейдің император Павел біріншіге адамдар арқылы шығып, ақыры мына жайықтың оң жағынан жер берсе, өзі келіп қызмет істеуге дайын екенін айтып жеткізеді. Сөйтіп 1812 жылы Бөкей ордасына ол хан болып бекітіледі. Ол 1815 жылы қайтыс болады. Енді Бөкейдің баласы Жәңгір Керей хан. Бұл әкесі өлген кезде 14 жаста еді. Жерді өзінің қызметкерлеріне хан болғаннан соң бөліп беріп отырады, артынан сата бастайды. Ақыры оның саясатына Исатай мен Махамбет көтеріліс бастап, ақыры осындай қақтығыспен тарихы аяқталады. Жәңгірдің өзі бірнеше тілді білген, 1840 жылы генерал-майор атағын алады, ордендермен марапатталған. Жәңгірдің өзі 1845 жылы 44 жасында өледі. Енді Жәңгірден кейін Сахип Керей хан, оның баласы, үлкен ұлы. Ол Жәңгір өлген кезде паж корпусында Санкт-Петербургта оқыған. Оған 1847 жылдың жылы князь титулы беріледі. Санкт-Петербургтан елге қайтып келе жатқан кезде жолда 17 жасында қайтыс болады, немесе 19 жасында қайтыс болады. Сахип Керей өлген соң Бөкей ордасын мынау патша үкіметі жояды. Енді Сахип Керейдің бауыры Ғұбайдолла, ол генерал болған, орыс-түрік соғысына қатысқан, ерлігі үшін алтын қылышпен марапатталған адам. Оның бір баласы қалған болу керек. Енді одан кейін Ғұбайдолланың бауырлары Ахмет, ол полковник, князь титулын алған. Одан кейін Ибрагим, ол да полковник, Ресей әскерінің және князь болған. Енді біз 8-ші буынның синдромы деген гипотезаны қарап санасақ, мына Әбілқайырдың атасынан онда көріп тұрмыз, Сахип Керей хан ең соңғы 7-ші болып тұр. Осымен мына Бөкей орданың тарихы бітеді. Ал енді мына Айшуақ ханға келсек, ол өзі кіші жасы келген, оны мына Ресей үкіметі әдейі таққа отырғызған. Номинально ешқандай билік болмаса да таққа отырған болатын. Ол 8 жылдан кейін зейнеткерлікке шығады. Император Александр бірінші бұйрығымен оған айына 1000 рубль зейнетақы тағайындалады. Одан кейін Айшуақтың баласы Жантөре хан болады. Айшуақтың жаңағы баласы Ресейге қызмет істейді. Оны таққа Александр бірінші бекіткен болатын. Бірақ оны 4 жылдан кейін Қаратайдың жақтаушылары өлтіреді. Келесі хан Ресей қойған бұл Серғазы, жаңа Жантөренің бауыры. Серғазы 25 сәуір 1813 жылы Ресей империясының жарлығымен таққа отырған. Енді бірақ та қолында ешқандай билік болмаған. 1824 жылы Ресей әкімшілігі Орынбор қырғыздары туралы
ереже бекітеді, ал кіші жүздің хандығын жояды. Сергізді хан ханды Орынборға шақырып, сонда ұстап қалдырады. Оған күміспен 150 рубль айына тағайындайды. Сөйтіп ол сол жақта қалады. Келесі мынау кіші жүз хандығы жойылғаннан кейін бұл хандықтың жері үшке бөлінеді. Батыс, орталық және шығыс. Енді мына Баймұхамбет Серғазының бауыры бұл кіші жүздің батыс жағына аға сұлтан болады. 1831 жылы. 21 қазан 1815 жылы кіші жүздің жетіру бірлестігін басқарушы болған. 1 қыркүйекте 1831 жылы кіші жүздің батыс жағында аға сұлтан болып бекітіледі. Оның айлығы күміспен 1200 рубль болады. Ол 17 жыл билейді елді. Енді мына жерде айтатын бір жағдай, сұлтан билеушілер, Шыңғыстың ұрпақтары істеген қызметтеріне байланысты оларға ең бірінші майор, одан кейін подполковник, полковник және генерал майоры атағын берілетін ереже бойынша. Енді одан кейін олар қызметтеріне байланысты ордендермен марапатталса, дворян деген жаңа атақ бекітілген болатын. Енді Баймұхамбет аз уақытта полковник шеніне жетіп, одан кейін 1847 жылдың көктемінде мына император Николай I-ның қабылдауында болып, оған генерал-майор атағы беріледі. Сол елге қайтып келе жатқанда, ол суға кетіп өледі. Одан кейін Мұхамеджан, оның баласы, мынау кіші жүздің орта бөлігінің аға сұлтаны болады. Енді ол аға сұлтан болған кезде оның атағы подполковник болатын. Ол 14 жыл қызмет етіп, 1869 жылы генерал-майор атағын алып зейнеткерлікке шығады. Оған 1176 рубль жаңағы жылына төленіп тұратын сондай жарлық болған. Ол да ордендармен марапатталған. Енді тағы да бір айтатын мәселе, шілденің 7-сі күні 1871 жылы Мұхамеджан Орынбор генерал губернаторына өзінің өтінішін жібереді. Бұл ана кімнің балалары, ұрпақтары, жаңағы Жаңғыр Керейдің балалары князь болды, менің де дворяндыққа қабылдап, бұл князьдік ұрпаққа тарайтын атақ, осындай өтініш айтады. Генерал-губернаторство қарсы болмай, осыдан бастап бұларды дворян деп санайды. Мұхамеджанның немерелері, олар 1914 жылы Орынборда дворяндар жиналысына қауына қосуды сұрап өтініш білдірген. Бұлар, если санасақ, мына Мұхамеджанның немерелері, мына Әбілқайырдың атасынан санағанда 7-ші болып тұр. Осындай мына Әбілқайырдың ұрпақтары кіші жүз тарихында өздерінің іздерін қалдырған болатын. Енді менің айтатын екі мәселем бар. Бірінші мәселе, мына әлеуметтік әлде немесе мына Ресейдің кейбір тарихшылары айтып жүр, Әбілқайырдың Ресейдің қамқорлығына өз еркімен берілуін, мына Қоқан хандығының басқыншылығынан қорққандықтан жойылып кетеміз деп
қорыққандықтан қосылған деген. Кейбір деректер, сөздер бар, мынау жоңғар басқыншылығынан қорқып, бұл мына Ресей империясына қосылған деп. Бұндай пікірлермен келісуге болмайды. Екінші бір мәселе, мына Әбілқайырдың ұрпақтары генерал-майорға шен алып, мына қазақ батырларының көтерілістерін басып, өте белсенді өздерін көрсетіп, сөйтіп сатқын болған деген сөздерді кейбіреулері айтып кетеді. Өзімнің кейбір араласып жүрген жігіттер осындай пікірлер айтқанын мен өз құлағыммен естігемін. Бұндай пікірмен де мен келіспеймін. Осы екі мәселені келесі ролигімде қарастырамыз.